Сәлем достар, қалайсыздар? Мен сіздерге бүгін present indefinite пен present perfect tense айырмашылықтарын түсіндіріп бергім келіп отыр. Екеуі де present болғандықтан осы шақты білдіреді. Бірақ мағынасы әртүрлі, аударылым кезінде үлкен мән беру керек. Ал кеттік. Сонымен достар, present indefinite. Өткен видеомда түсіндіргендей, present indefinite етістіктің өзімен жасалады. Егер үшінші жақта пайдаланатын болсақ, s немесе es жалғауы жалғанады. Барлықтарыңызға танымал сөйлем I go to school мен түсіндірейін. I go to school мен мектепке барамын. I go to school мен күнделікті мектепке барамын. Яғни мен оқушымын. Мінекей, тек қана етістік. Егер үшінші жақта айтатын болсақ, he goes to school. Яғни мынау es жалғану арқылы етістігіміз осылай өзгереді. Және ол мектепке барады деген мағына береді. Күнделікті мектепке барады. Мысалға, you read a book. Сен кітап оқисың. Күнделікті оқуың мүмкін, аптасына бір рет оқуың мүмкін. Бірақ ол сенің әдетің, кітап оқисың. She eats sandwich. Ол сэндвич жейді. Күндігінде жеуі мүмкін, арасында жеуі мүмкін, бірақ ол қыз сэндвич жейді. Енді дәл осы сөйлемдерді present perfect деп пайдаланатын болса, бұлай болады. Present perfect. Present perfect have, үшінші жақта has, осы екеуіне verb, етістікті қосамыз, етістікті өткен шақта ed жалғауы жалғану арқылы қосамыз, немесе дұрыс емес етістіктердің, яғни бұрыс етістік деген болады ағылшын тілінде, соның үшінші формасында пайдаланамыз. Мысалға, I go to school. I have gone to school. Бұл жерде адамның мектепке барып қойғандығы, барып біткендігі, тауысқандығы туралы айтылып тұр. Яғни мен мектепке барып болдым, бітірдім деген мағынада. Немесе барып келдім деген мағынада да айтуға болады. Егер осыны үшінші жақта айтатын болсақ, he has gone to school. Яғни ол барып қойды, мектепті бітірді ол. Немесе барып келді, баласын апарып келді деген мағынада да айтылады. Ал you have read a book. Present indefinite сіз күнделікті кітап оқып жүрсің, немесе арасында кітап оқып жүр деген мағынада айтылып тұрса, you read a book. Мында you have read a book, сен ол кітапты оқып бітірдің деген мағынада айтылады. 10 минут алдын бітірген болуың, 1 сағат алдын, 1 ай алдын. Мәселе ода емес, мәселе сіз оны оқып бітірдіңіз. Мәселе осы да болып тұр. Present perfect аяқталған іс-әрекетті білдіреді. Және мұнда she eats a sandwich дейді. She has eaten a sandwich. Неге eaten болды? Себебі бұл бұрыс етістіктердің құрамында. Eat, at, eaten. Міне, eat,
At, eaten. Eaten үшінші жағы. Үшінші жақ. Осыны пайдаланамыз. Үшінші формасын. Perfect'те пайдаланамыз. Ал мына at екінші формасы. Бұны past indefinite'те пайдаланамыз. It бұл өздеріңізге түсінікті. Present indefinite. Осылай айтпақшы, you have read a book. Сіздер кітап оқисыздар ма? Және соңғы оқыған кітабыңызды пікірге жазып кетіңіз. Сіздерге мен түсіндіргенім ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар, және пікірлер қалдырып кетіп отырыңыздар. Мен сіздерге қаншалықты жақсы түсіндіріп отырғанымды білу мен үшін өте маңызды. Тағы да осындай видеоларды күтіңіздер. Жақын арада болып қалады.